Бүгін бауырды тазартатын өнімдер туралы айтпас бұрын оның негізгі функцияларын айтып өтсек. Бауыр адам ағзасындағы негізгі мүшелерінің бірі болып табылады. Бауыр дененің құрсақ бөлігіндегі оң жақ қабырғаларының астында орналасқан ішкі мүше. Бауыр адам ағзасының химиялық зертханасы. 300 миллиардқа жуық бауырдағы жасушалар қаннан ағзаға қажетті қышқылдар мен қорек болар өнімдерді бөліп алады. Оларды сүзгілеп, қажетті жеріне жеткізіп отырады. Бауырдың негізгі қызметі ағзаны токсиндерден, шлактардан, удан арылтуға көмектеседі және өттің өндірілуіне, сонымен қатар гормондардың түзілуіне қатысады. Барлығы 500-ге жуық орындайтын қызметі бар. Бауырдың зақымдану белгілері: қышу, терінің және склераның сарғаюы, буындардағы ауырсыну, летаргия, жүрек айну, когнитивті функцияның бұзылуы, өтте тастардың түзілуі. Бауырды тазартуға арналған ең жақсы табиғи өнімдерге көшейік. Бірінші, крест тәрізді өсімдіктер: брокколи, брюссель өскіндері, қырыққабат, гүлді қырыққабат, руккола, васаби, қыша. Олардың құрамында бауыр тазартатын көптеген табиғи қоректік заттар: сульфорафан, мелатонин, фолий қышқылы, индол-3-карбинол, С дәрумені, Е дәрумені, К дәрумені, омега-3 май қышқылдары, генистин, каротиноидтар бар. Сарымсақта күкірт көп. Ол сондай-ақ бауырды детоксикациялауға көмектеседі және табиғи антибиотик ретінде әрекет етеді. Сарымсақ бауырдағы майды кетіруге көмектеседі. Оның құрамында В1 дәрумені бар. Куркума. Куркуманың белсенді компоненті куркумин. Күшті қабынуға қарсы әсері бар. Куркума денеден ауыр металдарды кетіруге көмектеседі. Қорғасын, сынап, мышьяк. Сондай-ақ куркума бауырдағы майды кетіруге және оның қалыпты жұмысын қалпына келтіруге атсалысады. Ол сондай-ақ қатерлі ісікке қарсы қасиеттерге ие. Қызылша. Оның бауырды тазартатын қасиеттері бұрыннан белгілі. Бұл бауыр ферменттерінің деңгейін төмендетуге көмектеседі. Қызылша фитонутренттері мен пигменттері өт тұздарының бөлінуіне ықпал етеді. Сонымен қатар бауырдағы майды кетіруге көмектеседі. Саңырауқұлақтар. Құрамында глутатион мөлшері жоғары өнім. Бұл бауырдың негізгі антиоксиданттарының бірі. Саңырауқұлақтар гепатопротекторлар, яғни олар бауыр жасушаларын қорғайды. Авокадо. Бауырдың жұмысын қалпына келтіруге және тұрақтандыруға көмектеседі. Авокадода бауырды қорғайтын глутатион мөлшері өте көп. Бауырдың жұмысын жақсарту үшін аптасына 1 авокадо жеу жеткілікті. Авокадо күшті қабынуға қарсы әсерге ие. Экстра вирджин зәйтүн майы. Бұл зәйтүн майының ең жоғарғы дәрежесі. Экстра вирджин зәйтүн майы бауырдағы майдың мөлшерін азайтады. Сонымен қатар инсулинге сезімталдықты арттырады және инсулинге төзімділікті төмендетеді. Салат құрамындағы 1 қасық зәйтүн майы бауыр ферменттерінің жұмысын жақсартады. Құрметті көрермендер, видеомызды соңына дейін көргендеріңізге алғысымызды білдіреміз. Егер сіздерге осы видео ұнаса, бағалап, достарыңызбен бөлісуді сұраймыз. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.